Сәлем қыздар, осындай төсек жағдайында маска жасайтын боламыз. Бізге осы 3 зат керек болады. Алдымен ыдысымызға жаңағы қаймақтан бір жас қасық қаймақ саламыз. Және де куркума салатын боламыз. Куркумадан осылай саламыз, болар болмас. Осылай да жақсылап араластыратын боламыз. Витамин онша сарғаймай қалып, тағы да кішкене куркума қосып жіберейік. Осылай да жақсылап араластырамыз. Сәлем қыздар, үй жағдайында маска жасайтын боламыз. Кеттігенше. Ең алдымен қыздар бұл масканы жасамас алдын бұның құрамында куркума, айран, қаймақ бар. Осы үшеуін араластырып, жақсылап араластырып бетімізге жағатын боламыз. Ең алдымен беттеріңізге жақпас алдын қолдарыңыздың осы жерлеріне жағып көріңіздер. Бір 5-10 минут күтіп, бір 5 минут күтсеңіздер де жеткілікті, 5 минут күтіп, одан кейін жуып тастаңыздар. Егер де қызарып, өртіп, не қылып жатса, значит бұл маска сіздерге жақпайды. Егер қызарып ешқандай реакция бермесе, істей берулеріңізге болады. Ендеше кеттік қыздар, бетімізге жасаймыз. Осылай жағып шығамыз. Бұл беттерімізді теп-тегіс қылып, маған ыңғайсыздау мына жаққа қарап жаға берейінші. Бетте айна бар да. Сіздерге де қарап қоямын. Сау баба. Егер қаймақтарыңыз болмаса, құр айран 2 қасық салып істесеңіздер де болады. Алдағы уақытта көптеген маскалардың түрлерімен бөлісетін боламын. Қазірше ол осы аптаға жеткілікті. Мына қыздар, осылай жағып бетімізге шамамен 20 минут ұстайсыздар. 20 минут ұстап, бұл бетті ағартады, бетті тегістейді, әжімдерді кетіреді. Бұның әсері беттеріңізде дақтар болса, соларды да кетіреді. Бұны аптасына 2 рет, аптасына 1 рет істесеңіздер де болады, 2 рет істесеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мына осылай жағып 15-20 минут ұстайтын боламыз. Қыздар, бетімізді жуып келдік. Қыздар, бетті негізі мақта емес, осындай салфеткамен сүрткендеріңіз тырысты. Осындай салфеткамен сүртінсіп өткені полотенце. Мына қыздар, бетімді жақынан көрсетейін сіздерге. Жаңағы мастан әсерінен осылай болды бетім.